Эдуард Авакян, Қаңғыбас Коля. Ол кім еді? Ереванның ата заманғы ұмыт қалған ескі аулалары мен көнерген тас көшелерін таптап қайдан жүр. Оны ешкім біліп жарытпайтын. Көбісінің тіпті онымен ісі жоқты. Олар үшін бар болғаны ол Гейж, Коля. Әйтсе де байырғы ересек тұрғындар арасында заман ойпыл-тойпыл болмай тұрған уақытында оның Саша ханның ат қорасында жұмыс істеген білетіндерін де барды. Күндердің бір күнінде қожасы тағдырдың жазуымен бар байлығынан, жылғы заводынан, оған қоса үй жайынан, қора-қопсысынан сыпырылып түгелдей айырылып шыға келгенде Коля айдалада қаңғырып қалған. Оған апшыған Коля жоқ. Қолына бубенін алып, өнер жолына бір жолата түсті. Ол бала жастан бойында табиғи мол дарын барын сезетін. Міне, енді соны сыртқа шығарудың сәті түскендей, артист болып кете барды. Ереванды еркін кезіп, ықпыл-жықпыл көшелердің бірін қалдырмастан аралап, ән салып, би билеп, көптің көңілін көтеруді әдетке айналдырған. Сол шақтағы қытымыр уақыттың қыспағынан, тұрмыс тауқыметінен қажыған тұрғындар ол келгенде бір сәтке болса да көңілдері ашылып, жадырап қалушы еді. Сайқымазақ шәлкес жынды сүрей болғанымен, бірақ ешкімге залалы жоқ. Ол өзі орта бойлы, кескен томардай кеспелтек, дембелше, келген мығым денелі, ұстара мен тарақ тимей тудыраған бұйра шашты, қабағын жапқан қалың қасының астынан ойнақшыған жанары жылтырап тұратын кәдімгі армян жігіті. Ал ән салған кезде көзі жайнап шыға келетін. Біздің аулаға ол жылдан басып, тап бір шаруасына, не мәнді бір кездесуге асыққан жандай екпіндей кіретін. Ойын көрсеткенде киетін киімдерін тағы басқа көр жүр бірдеңелерін буған боқшасы қолынан бір түспейтін. Оның үйдің іргесіне үнемі бір жерге қоятын. Сосын бубенін сабалап шырқай жөнелетін. Фиетоным болған еді. Доңғалағы қызылды. Әкелетін жарғамені түн уағы ұзынды. Оның әнін естіп далаға Ануш шығатын. Ол жертөледе тұратын жалғызбасты, бағы кем панасыз әйел еді. Әлбетте, ол күндіз далаға аттап шықпайтын. Әрі ешқашан ешкіммен сөйлеспейтін. Томаға тұйық жан. Оның бар қуанышы Қаңғыбас Коляның келуі, және оның айтқан әндерді тыңдау ғана. Ануш көріксіз, оның үстіне тыртиған арық болатын. Сопайған жағы мен қоңқан мұрны оны ажарсыз көрсететін. Оның бойындағы жалғыз көркі ұзын қалың қолаң шаш еді. Ол шашын бір бұрым етіп өріп, арқасына бос тастап қоятын. Ал Қаңғыбас Коля ән айта бастағанда-ақ ұйып тыңдайтын. Ол бұрымын алдына түсіріп, шашының ұшын саусағына орап, жас қыздардай еркелеп тұратын. Оның қара торы өңіне қан жүгіріп, онсыз да қоңырқай жүзі одан сайын күңіретіп, жаздың ыстығына қақталғандай қара қошқылданып шыға келетін. Оның осы ерекше қаралығына орай Сев Ануш деп атайтын. Осы теңе оның есіміне қоса таңылып Сев Ануш аталып кеткелі қашан. Қаңғыбас Коля бүгінде репертуарындағы айтулы әнін бастап жіберді. Сев Ануш болса ұзын бұрымын өзінің етсіз тақтайдай төсіне құлатып, оған жылы шыраймен қарап қалған. Әнші ән аяқтап бубенін былай алып қойып, келесі орындалар армян Тигрянан Ануш деп хабарлады. Боқшасының орауын жазып, ішінен шұрық тесік көлдей қара шәліні шығарып, жақын тұрған безірдей ұлларға қане, керіп ұстаңдар, деп бұйырып, өзі соның тасасына зып береді. Бұл сәрі шымылдық есебінде болса керек. Керменің тасасынан басына сеңсең бөрік киіп, беліне қой терісін орап, демде сарот бейнесіне еніп, көпшілікке қайта шықты. Ауланың ортасына барып, әдемі әуезбен Сароның ариясын бастайды. Жанымды Ануш отқа салдың, шаштарымен аяғымды тұсадың. Төзім бітті, күшпен сүйіп құшамын. Таудың қызы, тау аруы, қара торы сұлуым, қара бұрымың. Оның ашықта таза әуезді дауысы мың құбылып, біресе биікке көтеріле шарықтап, біресе құлқыжи сорғалап баяулап, дірілдеп ауада қалықтап тұрып алғандай үздіге шығады. Әнші Сароның әнімен өзі көңілінің іңкәрін де қоса жеткізіп жатқандай.
Тас берік есік терезелер сарт-сұрт ашылып, жұрт жапа-тармағай аулаға ағылуда. Аулаға шықпағандары балконда самсап тұр. Ал ол ештеңе көрместен, ешкімге назар аудармастан тек Севанушқа телміре қарайды. Оның күлімсіреген жанарындағы өзіне арналған жалғыр ет жалт етер жалғыз сәулені ұстап қалуға ынтыққандай. Ән деп міне осыны айт, дейді біреу тамсанып. Япырай, бұрын соңды мұндай ән естісемші, дейді көпті көрген кейуана иегі шошаңдап. Ха-ха-ха, біздің қаңғыбас Коля ғашық болып қалғаннан сау ма? Деп жастар жағы тырқ-тырқ күліседі. Ғашық болса қайтеді екен, біреу оған тойтарыс беріп жатыр, әлемде талай қызық бар деген. Ал қаңғыбас Коля ешкімді көрмейді, еш нәрсе естімейді. Ол өзінің әнімен бірге мүлде басқа әлемде қалықтап жүргендей, әнін аяқтап балаларға тағы да шәліні кергізіп, соның артына барып жылдам киімін ауыстыра бастады. Бұл жолы әйелдің киімін киіп, шашына ұзын бұрым жалғап, басына қызыл шаршы орамал байлап, көші көлемдердің алдына демде сұңғақ бойлы сұлу бойжеткенге айналып шыға келді. Енді Сароның қоңыр тенор үнінің орнына Ануштың сызылған сапроны дауысына салып, қыздың зарын үзілдіріп шырқады. Қаңғыбас Коляның бір ерекшелігі әйел даусына салып та қиналмай айта беретін өнері бар еді. Қаңырап қалған өмір соншалық жабығады. Дүние мүлде өзгерген, тұл жетім бәрі-бәрі. Саросыз тауда жетім құлазып қамығады. Ануштың ариясын аяқтаған қаңғыбас Коля тағы да шәлі артына жасырынып, сәлден кейін басына көзіне түсіре тұмшалай қоңырқай орамал тартып, аяғы сылти басқан бүкір кемпір болып келе жатты. Бұл Ануштың анасының бейнесін ойнаған еді. Бір өзі, бір театр. Біздің әншіміз барлық рөлдердің әнін нықышына келтіре орындады. Ақырында қолына таяқ мылтық ұстаған Моси болып шығып, Сароны атып өлтіретін кезге де жетті. Біздің онсызда көңілсіз ауланың тұрғындарының демде ұнжырғалары түсіп, қалың мұңға беріліп, оқиға тап қазір болғандай-ақ әсер үстінде. Бәрінің жүздерінде қайғы табы бар. Бастарын шайқасып, әсіресе қартаң әйелдер әлдене естеріне түскендей көздерін сығымдап жатты. Севануштың қамығуы өзгеше. Ол бүкіл болмысымен демін ішіне тарта бойын тіктеп алған. Мұрыны қусырылып, жағы сорайып, бағанағы алаулаған реңі қуарып кетіпті. Бұрымын арқасына қарай серпіп тастап, басын шайқап қойып, тағдыр талайын қаңғыбас Коляға мұңғып шаққандай егіле қарайды. Ал жігіт те оған қараған сайын таңырқап, бірақ ләм деп тіл қатпайды. Ал осылайша бір айдай ойын қойып, үнсіз келіп, үнсіз кетіп жүрді. Жоғалып кетерінің алдында бірер апта бұрын болар әнін аяқтаған соң Севанушқа тақап келіп, оған ойнақшыған жанарын тоқтатып, қарап, түсін суытып, бекер абыржыма, қарындасым, сен ол Ануштан бақыттырақсың, деді елжірей. Бұл оны аяғаны болар. Бұл не дегеніңіз? Сізге не болды? Деді Севануш сасқалақтап. Осы бір үнсіз күйсіз, күтімсіз, жалғыз басты жігітті бұл да іштей аяйтын. Бәлкім сол аяныштың астарында нәзік мейірімі, ыстық сүйіспеншілік жатпағанын кім білсін. Ануш өзінің сүйіктісінің қазасын көтере алмай көз жұмды емес пе? Ал сен әзірге тірісің, деп ойын түгел айтпай орта жолда үзді. Не айтатыны бар? Бәрі өзінен өзі түсінікті емес пе? Тұрғындар арасында сыбыр-күбір көбейіп, әлдекімдер ашықтан ашық күле бастады. Ал қаңғыбас Коля болса, бір сәтке айналадағы адамдарды да, олардың сан-саққа жүгіртерін де, тіпті өзін де ұмытқандай. Әлгі бір өзі образға еніп ойнаған рөлдері мен әуелеген әуезді әннің тылсымынан әлі шыға алмай тұрғандай. Бір кезде барып есін жиып алғанда, Севануштың қасынан ыршып кейін серпілді. Әлде біреулердің біздің қаңғыбас Коля шынында да ғашық екен ғой, деген әжуасы қоса естілді. Кімге? Деп сұрап жатыр бір-бірінен. Соқырсың ба немене? Көрмейсің бе Севанушқа? Севануш жалт бұрылып, жертөленің есігі жаққа жүгіре жөнелді. Ішке еніп кетіп, есігін іліп алды. Ал қаңғыбас Коля болса, боқшасын тез-тез жинап, бөбенін алып, ауладан асығып шығып бара жатты. Тура бір апта ол қарасын көрсетпеді. Небәрі бір апта болса да біз оны елегізіп тосып жүрдік. Оның әнін сағынғаннан гөрі
ары қарай не болар екен деген әуестігіміз басым. Тегін концерт көруге ынтығамыз, балалық-ай десеңізші. Көп күттірмей ол біздің аулаға қайта жиі келетінді шығарды. Келгенде тек Ануштың әндерін орындайды. Арамызда мейірімсіз, тас жүрек жандар көп білем. Кіріспейтін жерге кірісетін сумаңдаған ащы тіл одан да көп пе деймін. Біздің аула тұрғындары арасында Қаңғыбас Коля түнде Севанышқа келіп, таң ата кететін көрінеді деген сыпсыңдаған өсек өрбіді. Қатындарға ермек табылды. Еріндері еріндеріне жұқпай сусылдасып жатқаны. Ол неге келеді екен, дейді аңқаусыған біреуі. Неге келуші еді, соны да білмейсің бе? Түнде олар Саро мен Ануш болып ойнайды. Ха-ха-ха. Бұл оқиғаның немен тынарын кім білген? Дәл сол жылдың еңсесі езіп, иықтан жанышқан өз қорқынышы бойда алып, әркімді үрей билеген кез еді. Зұлмат тажал алдында бәрі де дәрменсіз, қауқарсыз. Қаңғыбас Коляны ұстап әкетіпті деген сөз лезде тарады. Ол немістің диверсанты екен десті. Жоқ, олай емес. Француз шпионы екен деп те соқты. Ең қисынға келмейтіні, оны Парижде үстіне фрак, басына цилиндр формалы биік қалпақ киіп, француз парламентіне кіріп бара жатқан көргендерде бар болып шықты. Осы мүмкін-ау деген жорамалдардың ішіндегі ең шындығы оны сол заманда жұрттың үрейін ұшыратын қара қарға аталған машинамен алып кеткені рас еді. Одан пәленбай уақыт жауап алып, ұрып-соғып, боқшасымен бубенін лақтырып, мойнына ұзақ жылды арқалатып, артынан бір теуіп, Колымаға айдап жібергені де рас болатын. Жылдар жылжып өте берді. Қартаң адамдардың өздері де Қаңғыбас Коляны ұмыта бастаған еді. Ал жастар болса, ол туралы тіпті ештеме білмейтін. Колымадан айдаудан қайтқан әлдекім сол жақта Қаңғыбас Коляны көргенін айтып келмегенде, ол сол бойы ұмытылып та кетермеді. Сірә, кім білсін. Ол жақта да Қаңғыбас Коля лагердің бастықтары мен қарауылдарының көңілдерін сайқымазақ әнмен көтеріп, өнерінің арқасында тірі қалған сияқты. Улы газды рудникте кен қазып, сақылдаған сары аязда ағаш кесіп жүрген тағдырластарының да бір уақ көңілдерін көтеру үшін өнерін аямағандай. Аждақаның апанындай ажал табалдырығының алдында тұрғандарға бір сәтке болса да көңілдерін сергітер қуаныш сыйлаудың мәнін біздің жігіт білгендей. Колымада Қаңғыбас Коля қазақша, қырғызша, өзбекше ән айтып, би билеуді де үйреніпті. Содан бері де 10 жыл өткен. Онымен бірге айдауда болғандардың көбінің сүйегі сол жақта шашылып қалған. Селдіреген аз ғана топ оралған. Сол азның ішінде Қаңғыбас Коля да бар еді. Қаншама зұлматты басынан өткерсе де, жас балалар ер жетіп, қарттардың біразы келместің кемесіне мініп, аттанып кетіп, біразы жағалауда кезек күтіп тұрған соғыстан кейінгі жылдар. Сонда да әркімнің көңіліне қуаныш құяр, еске алар жарқын сәттер естерінде мәңгі сақталып қалғандай. Ол біздің квартал Конданы, оның ескі аулаларын тынбай аралайтын бала кезіміздің қаһарманы Қаңғыбас Коляның әндері еді. Ол әндер әр көңілде жатталып қалғандай. Сол әндердің иесі ортамызға қайта оралып, өткенді еске түсірді. Қолында бұрынғысынан үлкендеу бубені, шүберекке түйілген боқшасы бар, ол аула-ауланы аралап, ән салатын кәсібіне қайта кіріскендей. Арадағы 10 жыл оған пәлендей әсер етпегендей. Бұрын қандай болса, қазірде сондай. Тек сақал шашын ақ қырау шала бастапты. Көрген азабын сол ғана айғақтағандай. Қабағын жапқан қалың қасының астындағы қара көзі бұрынғысынша ойнақшып тұрақтамайды. Ешкімге жанарын тіктеп қарамайды. Бұл жолы да біздің аулаға ол бұрынғысынша асығып еніп, боқшасын шұғыл іргеге тастай салып, бубенін қағып-қағып жіберіп, әнін бастай жөнелді. Ән айтып тұрып, бұрын мұның даусын ести салып, далаға шығатын Севаныштың есігіне телміре қарайды. Бірақ есік былқ етер емес. Оның есесіне барлық үйдің тұрғындары қотарыла сыртқа шығып, Қаңғыбас Коляны танитындары оның оралғанына қуанысып, бәрекелді, Қаңғыбас Коля келіпті ғой. Бұл міне өзіміздің жігіт деп оны танымайтындарға таныстырып жатыр. Ол ешкімге назар салып қарамастан, ешкіммен тіл қатыспастан, тек бубенін сабалап, әнін құйқылжыта айта берді. Жертөленің есігі бәрібір міз бақпады.
Қаңғыбас Коля мен Севаныш оқиғасын білетін бұрынғы тұрғын әйел оған жақындап құлағына сыбырлай: «Аныш байғұс соғыстың бірінші қысында қайтыс болды ғой. Жаны жәннатта болғыр. Бейкүнә жан еді ғой. Қайтқан уақытта қасында ет жақын ешкімі болмады. Көршілер өз қолдарымен қойды», деп есіне әлдене түскендей үнсіз қалды. Сосын жастығының астынан қызыл шашы орамал табылды, деді. Мұның Қаңғыбас Коляға қаншалықты қатысты барын білмесе де, ол жылдам басып үйіне қарай тартты. Қалай тез кетсе, қолына қызыл орамал ұстап, соншалықты тез оралды. Орамалды көргенде Қаңғыбас Коля селк ете түсіп, үнсіз қолын соза берді. Орамалды алып, төс қалтасына салып: «Менікі еді ғой», деді жайымен. «Қалайша? Әлде ол сенен ұрлап алып беді?» «Жоқ, оған мен өзім сыйлағанмын». Осылай деп ол тізесі бүгіліп отыра кетті. Тұқшыңдап боқшасын ақырын жинай бастады. Көзіне мөлдіреп жас үйірілді. Шамасы осы ғұмырында ол алғаш рет жылаған шығар-ау. Ол мойнын ішіне тартып, басы салбырап, мына заманның бар ауыртпалығы өз иығына түскендей еңкейіп, жалғаннан әбден көңілі қалғандай, қаржығандай мүлде ұқсамайтын жүріспен ауладан шығып бара жатты. Ол демде қартайып кеткендей көрінді. Одан кейін де ол оқта-текте біздің жаққа соғып тұратын. Бәлкім жақсы күндерін есіне түсіргісі келгендіктен шығар. Бірақ Аныш әндерін бір ретте орындамады. Бір жолы қолқалағанымызға мен өзімнің рөлімді ойнап болған адаммын, деді бар болғаны.